достар, менің атым Аңсар. Сендер білесіңдер ма, есінеген кезде ауыз жабу керек. Неге екенін қазір айтатын боламыз. Ертеде Мұхаммед пайғамбар сахабалармен әңгімелесіп отырады. Бір кезде ібілісті байқап қалады. Сөйтіп оған: «Ей малғын, сен неғып жүрсің?» дейді. Ібіліс былай депті: «Кімде-кім несіне ілсе, мен соның аузына түкірем». Содан кейін ол адамның аузы бейбіт сөздерге толады. Кімде-кім есінейтін болса, аузын жауып есінесін. Есінегенде ауыз жабу содан қалыпты. Досым, саған менің әңгімем ұнаса, лайк бас, достарыңмен бөліс. Келесі кездескенше сау болыңдар.